Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге ең дәмді пирогтың рецебін ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. 2 жұмыртқа, 60 грамм қант ұнтағы, 120-130 грамм сары май және ванилин мен қопсытқыш қажет болады. Айтылған қоспалардың барлығын жұмыртқалы массамызға қосатын боламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болуы шарт. Себебі қазір біз ұн қосқан кезде араластырғанымыз ғой, сол кезде оңайырақ болады. Сол себепті барынша бөлме температурасындағы ұнды пайдаланамыз. 250 немесе 280 грамм ұн қосамыз, одан артық, одан кем қоспаймыз. Қамырымыз сондай бір қатты да емес, жұмсақ та емес, қамыр иленіп шығатын болады. Қолдың көмегіне жүгініп, сондай бір ұзақтау етіп илейтін боламыз. Себебі ұзақ илеген сайын қамырдың иі қанады. Міндетті түрде иін қандырып тұрып илеңіздер. Сонда сіздерге жайылған кезде ешқандай қиындық тудырмайды. Сол себепті барынша кемінде 20-25 минуттай ұзақ илесеңіздер, қамыр әдемі болып шығады. Бастапқы кезде осылай қатты болып, сондай бір жиналмай атады. Бірақ ұзақ илесеңіздер, жаңағы біздің сары майымыз еріп, ұнды өзінің бойына сіңіретін болады. Енді бетін жауып кемінде 10-15 минутқа қоямыз. Сәл біздің қамырымыз демалуы керек. Негізі пергамент қағазы болмаса, осылай табамызға чұқа етіп ұн сепсеңіздер болады. Демалған қамырымызды аламыз, 2 бөлікке бөлеміз. 4-тен 1 бөлігін алып қаламыз. Көз мөлшерімен жасап жатырмын. Мен таразымен өлшеген жоқпын. Таразымен өлшесеңіздер де болады. Үлкен бөлігін пайдаланамыз. Ең алдымен столдың үстіне оқтаумен пішінін келтіріп аламыз. Үлкеніректе оқып жая беріңіздер, себебі қазір біз екінші қамырды бетіне қойған кезде шет-шетін өру керек болады. Сол себепті бізге сәл үлкендеу керек. Сонда шетіне өрген кезде қамыры жетпей қалмас үшін барынша домалақтап 4 бұрышты қылып жасасаңыздар да болады. Әрине оның бәрі өздеріңіздің қалауларыңыз. Ұн сеппейміз қыздар. Ал егер асты қатты жабысып жатса, енді сәл-пәл ұн пайдалануға болады. Бірақ барынша ұн сеппеуге тырысыңыздар. Жайып болғаннан соң байқасаңыздар, біздің көлемімізді ұн өзіне жиырып алады, тағы да пішіні кішірейіп қалады. Сосын осындай кішкентай оқтаудың көмегімен жайып жүрсеңіздер болады. Начинкасына осындай вареный сгущенка пайдалансаңыздар болады. Қою түрін алыңыздар, ағып кетпейтіндей. Осылай жақсылап тұрып орналастырып шығамыз. Шетінен орын қалдырамыз. Қазір біз екінші қамырды қойып, шетін толықтай өріп шығамыз. Асықпай осылай әдемелеп жасап аласыздар. Екінші бөлікті аламыз. Оқтаудың көмегімен дәл жаңағы қамырды жайғандай етіп жайып шығамыз. Қолмен осылай еріп-еріп жіберіңіздер, сонда домалағы әдемі шығады. Қайтарып илеп. Ұн пайдаланбаймыз. Міндетті түрде ұн пайдалансаңыздар, кеуіп қалып, андай дәмсіз болады. Ұнның өзінің дәмі шығып тұрады. Сол себепті барынша ұн қоспауға тырысыңыздар. Өлшеп қарап отырыңыздар, жетпей қалмасын. Себебі қамыр қайтадан бетіне тисе, қайтып алса жағылып, қайтадан жайылмай қалуы мүмкін. Ең бірінші осылай тексеріп алыңыздар. Ал тексеріп болғаннан кейін жетпей ма, қайтадан алып, осылай дәл видеодағыдай домалақтап жайып, шетінен бастаймыз қыздар. Асықпай, тарта отыра, осылай бетіне қойып аламыз. Содан соң дәл видеодағыдай шетінен өріп шығамыз. Қатты қысып өріңіздер, себебі қазір біз ыстық пешке жібергеннен соң еріп ағып кетуі мүмкін. Пешке 150-180 градусқа 25 минутқа жібереміз. Енді әркімнің пеш әрқалай. Менде сәл шет-шетіне ағып кетті, себебі мен ыстық күйінде тападан алдым. Негізі суытып барып алыңыздар.
сонда бұндай қателік сіздерде болмайды. Бетінің әрлеуі өзіңіздің қалауыңыз. Содан соң барып суытып холодильникке кемінде 1-2 сағатқа салып алсаңыздар, одан сайын дәмі кіреді. Арасы осындай болып шығады. Енді кез келген адамның жүрегін жаулайтын пирог. Дәмді, керемет, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Назерке. Каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпа.